жігіттерімізге 15-20 миллион кредит рәсімдеуге көмек. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, қалдарыңыз қалай? Сол кезекті сабағымыз, яғни физикадан аптасына бір реттен 4 рет қой, сол соңғы сабағымыз бұйырса 11-ші сынып негізінде жасалған физика тапсырмалары. Алматы қаласы Бостандық ауданы Мұқағали Мақатаев атындағы 140-ші гимназияның физика пәні мұғалімі. Бүгін физикадан болады. Сол физика тапсырмаларын қалай шешу, алдыңғы сабағымыздың жалғасы сияқты ғой. Бірден тапсырмаға кірісе берейік. Енді физиканың не екенін бұрыннан білесіздер. Физика тапсырмалар қалай екенін білесіздер. Яғни оқушылардың функциялық сауаттылығын арттыру тақырыбындағы есептері. Функциялық сауаттылық дегенімізді қарапайым тілмен айтқанда үйренген білімін күнделікті өмірде қолдана білу. Енді бүгінгі сабағымыз көбінесе физиканың 11-ші сыныбына арналған тапсырмалар. Барынша ешқайда еш жерде шықпаған тапсырмаларды табуға тырыстым соңғы сабақ болғаннан кейін. Бірінші есебіміз, мен даусым естіліп тұр ғой, сіздерге. Бірінші есебіміз кемпір қосақ аспан күмбезінде түрлі түсті доға түрінде көрінетін атмосфералық оптикалық құбылыс. Ол аспанның бір жағында торланған бұлттан жаңбыр жауып, қарсы жағында жарықтанып күн шығып тұрған кезде көрінеді. Кемпір қосақ тікелей түскен күн сәулесінің жаңбыр тамшыларының өткенде сынып, құрамдас бөліктерге бөлінуінің нәтижесінде пайда болады. Күннің жарық шоғының түрлі түске жіктелуі, әртүрлі түстегі шоқтар әртүрлі сынатынын түсіндіріледі. Бұл жарықтың таралу жылдамдығы және оның түсіне тәуелділігін білдіреді дейді. Жақсы. Бұл жерде бізге кемпір қосақ туралы айтылып жатыр. Кемпір қосақ дегеніміз қандай құбылыс дейді. Бірінші, кемпір қосақ қандай жағдайда болатын білесіздер, яғни жаңбыр жауғанда, иә? Мен жазатын айтылайын. Жаңбыр жауған кезде, мысалы, қараңыздар, мына жерде су тамшылары тұратын жаңбыр жауса. Басқа бір кісі қосылып алды ғой, бізге слайд көрінбей қалды. Әкем бірдеңке жіберіп отыратын да. Барлықтарыңызға көрінбей тұр ма, жоқ, бір мұғалімге көрінбей тұр ма слайд? Демонстрация экраны дегеннен таңдау керек. Мына шетте, мына кісінің несі, сіз видеоңызды өшірсеңіз? Көрінді болды, жаңағы демонстрация экранын таңдаңыздар. Көрінді. Жақсы. Техникалық бірдеңке болып жатқан шығар. Жақсы. Енді қарайық. Сол мына жақта су тамшылары болады ғой. Содан мына жақтан күн нұры түседі. Иә? Осы су тамшылары, мына су тамшыларын күн сәулесі еткен кезде. Қатысыны мен талайына қатыспай қойғым. Жақсы. Осы жарықтан су тамшыларын өткен кезде жаңағы жарық сәулесі мына су тамшыларын өтіп былай қарай сынады, иә? Осылай сынады. Яғни әріптестер, сіздер дауыстарыңызды басып отырсаңыздар, мүмкін өйткені мен сіздің не айтып жатыр деп елеңдей береді екенмін сізге қарап. Барлығының дауысын өшіріп тастасаңыздар, мына жерде қаншама дауыс болып шығып кетті. Организаторлар барлығын бірақ өшіріп тастасын. Ана выступающий адамнан басқа. Жақсы, өшірді ғой. Содан қараңыздар, иә, құрметті әріптестер, бұл жерде сол жарық, мына күн жаңбырдан өткеннен кейін олар түрлі түске жіктеледі. Енді қараңыздар, үстіңгі жағы қызыл, ең бірінші түс, соңғысы күлгінмен аяқталады, иә? Бұл бізде 1600, қазір осыдан кейінгі сұрақтарда қайталанады негізі. 1666 Ньютон оны жарық жаңа линзадан өткізу арқылы, жарықты, иә, призмадан өткізу арқылы жарықтың жіктелуі, яғни жарық спектрлері деп атап кеткен оны. Бұны қандай құбылыс десек, дисперсия болады, иә, жарықтың дисперсиясы. Яғни қандай құбылыс десек, бұны жарықтың дисперсиясы. Не үшін сынатын түсіндіңіздер ғой, иә? Оқушыларға сонда осыны түсіндіру мақсатында берілген. Яғни мына жарық
мына жаңбыр су тамшыларынан өту арқылы мына су тамшылары мына призма рөлін атқарады, шыны рөлін атқарады. Содан мына жағына мына шыныдағы түрлі түсті светтерге бөлінген сияқты мына жаңбырдың су тамшыларынан былай өткен азанда жемпірді киіп келетін болсаң да қайшымен қырқып екі бөліп сонда ұстап жібереді. Қара қазір апай звонок. Оқушылармен отырған апай, микрофоныңызды өшіріңізші. Оқушылармен отырған апай. Бәрін өшіріп тастау керек қой, организатор. Организаторлар өшіріп тастасын барлығының микрофон. Бізде кешіріңізші, бізде организатор басқа жақта отырды, мен басқа жақта сабақ өтіп отырмын. Соны мен нете алмай жатырмын. Сіз сол организаторсыз ғой, мырза. Өшіруге болады ғой сізге. Қазір оны қажет. Тек физика пәнінен бола ма? Иә. Химия, биология қашан болады екен, сәлеметсіздер ме? Биология осы физика бітеді, сосын білмеймін точно қай күні болатын. Бірақ айту осы бірінші физика болды, сол ары қарай бола береді бәрі. Кезектесіп. Жақсы, рахмет. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Математика мұғалімдері шыға берейік болғанда. Өздеріңіз керек болса қатысыңыздар. Бүгін физика ғана ма сонда? Осыдан кейін тағы 4:30-да тағы болады. 4:30 тіліне ғой, орыс тілінен ғой 4:30-дағы. Қазір мен сіздердің жатырыңыздар. Қазақша, 4:30-да орысша болады. 4:00. Не шеште талқыланып жатыр? Сонда биология, химия бойынша болмайды ғой, иә ма? Бүгін. Шыға берсек болатын шығар чаттан. биология болмай ма? Қазақ тілі қашан болады? Биология болмаса шығайық та біз. Биология Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Барлық пән мұғалімдері осы қазір неге осы зумда отырамыз. Ешкімді ешқайда шықпайды. Негізі бір пәннен кейін екінші пән бойынша не айтылады. Сондықтан бәрімізді тыңдап отырыңыздар. Сағат 4-те болатын ол орыс тілінде. Назарларыңызға рахмет. Қазір сонда қай пәнді ойнайсыз? Әріптестер, қазір физика пәні деп айтыпты ғой жаңа. Физика Қазақ тілі қашан болады, қазақ тілі? Қараңыздар, бүгін жарылтыстану математика бағытындағы көрсетіледі. Қазақ тілі бүгін емес. Биология пәні қай уақытта болады сонда? Қараңыздар, бұл физика осы, математика осы, химия, биология болып, яғни Физик, әріптестер айтып отыр. Физика, химия, биология, география бәрі қазір болады қазақ тілінде. Сағат 4-те орыс тілінде дәл осы пәндер болады. Сондықтан барлықтарыңыз чаттан шықпаңыздар. Зумдан. Кешірім сұраймыз, қазақ тілі әдебиет пәні қай уақытта болады? Айтып тұр ғой, қазақ тілі болмайды. Ол кеше өтті. қазір деп. Жақсы, құрметті әріптестер, талдайды. Иә, болды ғой менде, әркім өзіңіз жауап алды ғой мен. Негізі бүгін қазір физика сол уақытымен өтеді, қалған сабақтар орнымен өтеді. Жақсы, келесі сұрағымызды қарайық. Кемпірқосақ үшін келесі пайымдаулардың дұрысы дейді. Күнге қарағанда қызыл жарық, иә, күлгінге қарағанда қызыл жарық көп сынады дейді. Енді бұл жерде сыны көрсеткіші білесіздер, сыны көрсеткіші бізге толқын ұзындығына кері пропорционал, иә? Шығарып алайын. Так. Сыны көрсеткіші біздің толқын ұзындығымызға кері пропорционал болады. Енді қарайық, бізде қызыл сәуленің толқын ұзындығы ең үлкен, күлгін сәуленікі ең кіші. Яғни мына жерде күлгін сәуле мынау аз болса, бізде мынау үлкен болады. Иә, онда бізде күлгін сәуленің сыны көрсеткіші үлкен болады екен, қызыл сәулеге қарағанда. Яғни біріншісіне иә деп жауап береді екенбіз. Екінші, кемпірқосақтың үстіңгі жолағы қызыл, төменгі жолағы күлгін дейді. Бұл да дұрыс. Яғни жаңаректегі мына жерде су тамшыларынан өтеді ғой.
иә, сұм табыншылар өтеді. Сонда мына жерде бірнеше түрлі түстер, спектрлер пайда болады ғой. Соның біріншісі қызыл болады қашанда, ең төменгісі күлгін болады. Жақсы. Келесі, қызыл түстің жарықтың таралу жылдамдығы ондағы күлгін түстің таралу жылдамдығынан артығырақ дейді. Енді таралу жылдамдық туралы айтайық. Онда бізде білесіздер, абсолютті сынып көрсеткіші дегеніміз n тең с бөлінген v. Иә? Осы жерден біз жылдамдықты өрнектейтін болсақ, жылдамдығымыз онда с бөлу n болады. Ал жаңаректе айттым, n-нің өзіне тең 1 бөлінген лямбдаға тең, яғни толқын ұзындыққа тең. Енді бірінші қызыл сәуле түрі екен, сол бойынша айтайық. Қызыл сәуленің толқын ұзындығы үлкен болады, онда бізде n кішкентай болады. Я сынып көрсеткіші, өйткені мынау үлкен болса, мынау кішкентай болады. Онда мынау кішкентай болса, онда бізде жылдамдығы жоғары. Яғни қызыл сәуленің, қызыл жарықтың таралу жылдамдығы артығырақ болады. Бұған да иә деген жауап береді екенбіз. Иә? Бұл жерде бір сұрақта қаншама нәрселер болып тұр. Яғни оқушылардың бүкіл сол тақырыпты алып шығуға мүмкіндігі бар бұл сұрақ арқылы. Ақ жарықтың құрамында дейді бөліктерге жіктеледі. Жолақтары 1666 жаңаректе айтқандай ағылшын физигі Ньютон тәжірибе жүзінде анықтаған. Иә? Біздері оны Ньютон спектрлері деп атаймыз. Енді осы жерде дейді сіздерге мынандай сұрақ қойыпты. Қандай жағдайда қара денені көре алмаймыз дейді. Біз, мысал қарайыңыздар, бізде әртүрлі түстер көрінеді. Мысал, біреуіміздің киіміміз қызыл болып көрінеді, біреуіміздің киіміміз көк болып, біреуіміздің киіміміз жасыл болып, көзімізге көрінген кез келген денелер солай көрінеді, иә бізге? Неге олай болып көрінеді? Мысал қараңыз, неге бізге көк болып көрінеді? Мына киіп отырған киіміміз, немесе біздің үстел болсын, машинаның светі болсын, кез келген біздің көзімізге көрініп тұрған денеге жарық түскенде, мына дене қандай жарықты шағылдырады? Қандай жарықты шағылдырады? Біздің көзімізге ол сондай болып көрінеді. Егер осы дене жасыл түсті шағылдыратын болса, біздің көзімізге ол жасыл болып көрінеді. Егер ол қызыл түсті шағылдыратын болса, онда біздің көзімізге сол қызыл болып көрінеді. Енді қараңыздар, онда бізде 7-ақ түс бар деп айтып жатырмыз. Бірақ енді бізде түстің түрі өте көп қой, 72-ге дейін барады. Ал енді сонда қараңыздар, не көк емес, не қара емес, ортасында қара көк түстер болады, иә? Өйткені ол жерде жасылды да шағылдыру мүмкін, ол жерде ол зат. Жасыл мен қызылды екеуін қосып шағылдырса, бізге басқа бір түс пайда болады. Көрдіңіздер ғой. Немесе 3 түсті қосып шағылдырса, онда тағы бір түс пайда болады. Сондықтан бізге мына киім болсын, кез келген дене адамның көзіне жасыл болып көрінуі, сары болып көрінуі, ол сол дене қандай түсті шағылдырады, сондай болып көрінеді. Иә? Ал енді бізге айтады, қандай жағдайда қара денені көре алмаймыз дейді. Яғни бүкіл жаңағы қара денені біз көре алмаймыз. Себебі қара денелеріміз бүкіл түсті өзіне жұтып алады. Яғни ол шағылдырмайды, бәрін жұтып алады. Сондықтан бізге ол қап-қара болып көрінеді. Сондықтан жауабы мына жерде А жауапты белгілейді екенбіз. Егер денеге оған түскенде барлық жарықты жұтатын болса, иә? Яғни қара түске келгенде барлығы жұтылады екен. Сондықтан біз оны көре алмайды екенбіз. Жақсы. Келесі тапсырмамызды қарастырайық. Келесі. Көптеген қоңыздар, жәндіктер, кейбір жапырақ жегіштері өзін қорғау үшін жарықтар мен өткір иістер шығарады. Қан қызы қоңызы сарғыш түсті улы сұйықтықты да бөледі. Бұл иістер ауада өте тез таралады. Жәндіктер арасында өзара хабарласудың кең таралған тәсілі. Яғни жаңаректегі бір иістер шығару арқылы жәндіктер өзіне бір-бірімен хабар алмасады екен. Сондықтан тағы да олар қайтеді түрлі түсті жарықтар шығарады. Мысалы, жарқырауық қоңыз. Иә? Мысалы, міне, түнде ұшып жүрсе, бұл жарқырап жүреді қоңыз. Енді осы құбылыстар не үшін дейді? Бірінші, қоңыздар мен жәндіктердің шығарылған иістерінің дейді, ауада таралу құбылысын түсіндіріп мысал келтіріңіз дейді. Енді олардың бір-біріне жаңаректегі иіс тарату қандай құбылыс дейді? Енді оны барлығымыз білеміз. Ол диффузия. Я оны талқыламай қояйық. Өйткені диффузияны бәріміз білеміз. Ары қарай екінші сұрақты талқылайық. Жарқырауық қоңыз дейді. Жарықтың шығарудың қандай көзі болып саналады? Бізде жарық шығаратын, біздің қоғамдағы, яғни біздің өндірісте жарық шығарудың көзі 5 түрі бар. Я білесіздер. Жылулық сәуле шығару дейміз мысалы. Жылулық сәуле шығару дегеніміз күн. Күн сәуле шығарады және жылу шығарады. Бұны біз
от мысалы. Немесе бұрынғы лампылар бар ғой, осылардың бәрі қызады және жарық шығарады және олар жылу шығарады. Міне осыларына жылулық сәулелену дейміз. Ал кейбір заттар бізге тоже жарық шығарады, бірақ суық күйінде. Қандай жарықтар? Мысалы бізде жол сақшылары, немесе жол жөндейтін адамдар, немесе осылар жарық шағылдырғанда қайтеді, анандай жарқырап тұрады. Міне олар суық қой, ол жерде жанып жатқан ештеңе жоқ. Тоже осы сияқты мына жақта қоңыздар, оларда қоңыз жанып жатқан жоқ қой, күн сияқты, от сияқты, шам сияқты. Олар просто суық, бірақ сонда да жарық шығарады. Бұндай жарық шығару тәсіліміз люминесценциялық жарық көздері дейміз. Соның ішінде қоңыздың жарқырауы бұл жерде химилюминесценцияға жатады. Сонда мына жерде көптеген нәрсені қарастырып кеткен оқушыға бұл тақырыпты түсінуге, яғни барлық тақырыпты алып шығуға болады. Сонда жарқырау қоңыздың жарық шығару түрі қайсыған десек, люминесценциялық жарық көзіне жатады, оның ішіндегі химилюминесценцияға жатады. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ тапсырмаларымыздың бәрі сол жарыққа қатысты екен, жарық туралы. Су бетінде дейді, бірақ өмірде кезігіп жүрген, қарап отырсаңыздар болады, жаңаректе айтып жатсыздар ғой, басқа пән мұғалімдер де отыр екен, бірақ қарап отырсаңдар барлығы қоғамнан алынған дүние, өздеріңізге де керек болады, егер физик болмасаңыздар да. Су бетінде дейді, майдың, мұнайдың, бензиннің тамшылары тамғанда әртүрлі түсті сурет пайда болатындығын білеміз. Бұл құбылыс сабын көпіршігінде де пайда болады дейді. Байқайсыздар ма? Бауырсақ пісіресіздер ғой, әйел әріптестеріміз. Мысалы, сонда апайларымыз, мысалы бауырсақ пісіргенде бауырсақ пісіріп болғаннан кейін ыдысты жуғанда қараңыздаршы жарыққа бүйтіп, тура мына суреттегідей түстерді көресіздер. Немесе қолыңызды сабындап жуып тұрғанда бүйтіп жарыққа бүйтіп қарасаңыз, тура осындай түстерді көресіздер. Бұл қандай түс дейді? Бұл бізде жарықтың интерференциясы дейміз, яғни интерференция дегеніміз не? Бірнеше жарық, жаңаректегі біз түстер дедік қой, бірнеше түстер дедік қой, қызыл, жасыл, осылардың рет, кемпір қосақ дегенде жаңа дисперсияда, олар қайтеді? Рет ретімен тұрады, рет ретімен тұрады. Ал интерференцияда осы түстер бір-біріне араласып қосылып кетеді, бір-біріне араласып кету. Яғни түстердің бір-біріне қабаттасып көрінуін біз жарықтың интерференциясы дейміз. Бұл қандай құбылыс дейді, талдау жасап көріңіз. Яғни бұл интерференция. Не үшін бізге сондай болып көрінеді екен? Интерференциялық құбылыс дегеніміз бірнеше түстердің бір-бірімен қабаттасуын айтамыз. Жақсы. Бұл жерде келесі қарайық. Тұман дейді. Бұл да қызық, бізде өмірде кезгеді ғой тұман туралы. Тұман атмосфералық жерге таяу дейді. Яғни жерге таяу қабатында ұсақ су тамшыларының немесе мұз кристалынан жинақталуы дейді. Тұман қандай дифракциялық торға жатады дейді. Бізде жарықтың толқындық қасиеттері деген жаңаректе айтып жатырмын ғой, жаңаректен бері сөйлеп жатқаным сол. Біз жарықтың толқындық қасиеті, жарық әдетте толқындық қасиетке және бөлшектік қасиетке. Соның толқындық қасиетін сипаттайтын бізде 4 түрлі құбылыс бар. Интерференция, дисперсия, поляризация, дифракция. Соны мына жерде 4-ші тапсырмамыз сол дифракцияға қатысты екен. Яғни бұл тұманның қандай дифракциялық торға жатады дейді. Біз дифракциялық торды әдетте 2-ге бөлеміз. Қандай қылып? Реттелген және реттелмеген бөл. Реттелген және реттелмеген қылып, реттелмеген болып бөлінеді. Сонымен қатар жазықтық және кеңістік болып бөлінеді. Енді тұманды ойлайық. Тұман белгілі бір жазықтықта жата ма, кеңістікте жата ма? Яғни тұман бізде кеңістікте тұрады, білесіздер. Ал реттелген ба, реттелмеген ба дегенде, тұманның барлығы, оның тығыздығы бірдей болып тұрмайды ғой. Кейде соқыр тұман болады бір жағы қалай, сұйықтау тұман дейміз ба, кішкене тығыздығы аздау тұман болады. Сондықтан ол реттелмеген торға жатады. Яғни тұман дегеніміз сонда қандай дифракциялық торға жатады десек, реттелмеген кеңістік торға жатады. Сондай жауап береміз. Реттелмеген кеңістік тор деп айтамыз бұл жерде. Яғни бұл тапсырма мақсаты да дифракциялық тордарды танысуды мақсат еткен. Келесі. Бұл да лазер сәулесі турады екен, бүгінгі бәрі сәулелер туралы болып кетті. Бірақ мына лазер сәулесі деген, білесіздер, ол жаңаректегі сәулелер ұқсамайды. Олардың бәрі электромагнит толқын болады, лазер сәулесі бір атомдық толқын, атомдықтан шығатын нәрсе. Лазер дегеніміз электромагниттік сәулелердің ықтима
ынталандырылған сәулеленуіне негізделген оптикалық күшейту процесі арқылы жарық шығаратын құрылғы. Лазер түтікшесінің жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз дейді. Лазер қалай пайда болады? Қараңыздар. Лазерді енді біз лазер дейміз. Ол қалай жұмыс жасайды? Қараңыздаршы, ол негізі мынандай нәрсе. Бізде атом сыртында, атом ядросы десек, мысалы, соның бірінші қабаты дейік, негізгі, қалған қозған күйлер дейік, мынандай қозған күйлерден тұрады дейік. Сонда мынаның сыртына жарық түседі ғой, мынаның сыртына жарық түскен кезде, бірінші қабатқа жарық түскен кезде, одан былай қарай электрон құлайды. Мынадан құлатса, мына жерде не шығады? Онда жарық бөледі. Мынаған құлағанда мына жерден жарық шығады. Одан мынаған электрондар құласа, мынаның кинетикалық энергиясы, одан тағы да жарық шығады деген сөз онда былай қойды. Яғни мына жерде тағы да жарық шығады. Бұлар екеуі бірігетте мынаны, олардың күшейіп, қуаттылығы арта түседі. Енді қараңыздар, осыны мен сіздерге жалпы жұмыс істеу принцибін не жерге сызып көрсетейін. Жалпы қарасаңыздар, лазер сәулесі шығаратын аппараттардың бәрі примерно осындай бағытталады. Қараңыздар. Оның сыртына биткен, мына сыртына айналып, бұлай айналған жарық түсіп тұрады не жерде, диодты шамдар сияқты, мынадан жарық түседі. Мына жарық, мына сыртында тұрған жарық, қараңыздар, осында сыртында тұрған жарық, мынау сияқты сыртқы атомға жарық түсіреді. Сондықтан мына жерден мынадан электрон ағады, құлайды, одан жарық шығады. Екіншіден мынан кинетикалық энергиясын арттырып жібереді, тағы да жарық, сөйтіп мына жақтан жарық. Яғни мынадан құлаған нәрсе, енді қараңыздар, жарық былай қарай шығады. Енді осының шығу мына жағына қарасаңыздар, осы жағына айна қойып қояды. Яғни таза 100%-ық айна емес, бұл жерге бұлдырлау айна қойып қояды. Яғни өтімділігі өте жоғары, өте шығады осылай. Өтімділігі өте жоғары, өте шығады. Өтімділігі нашарлауы былай қайтады. Қайтатта мына жағына 100%-ық айна қояды. Сондықтан мына жерге барған кезде бұл айнаға шағылысып, өзінің импульсін екесе арттырып, мынадан қайтадан өтеді. Яғни сондықтан да лазер сәулесін жасау принцибі не осылай, сондықтан да лазер сәулесінің өтімділігі өте жоғары болады. Қарасаңыздар, кішкентай точка болып тұрады, бірақ қаралу ұзақтығы өте үлкен болады. Себебі оларда жаңағы қараңыздар, монохроматты болып келеді, және олар когерентті болады. Когерентті дегеніміз жаңаректегі жиіліктері бірдей болады. Яғни мына жерден шыққан жарық пен мына жерден шыққан осылайдан бір-біріне қабаттасады. Сондықтан олардың сәулесі когерентті болып келеді. Сондықтан да одан кейін ол мына толық айнаға шағылған кезде импульс, екі есе импульс тарады, олардың өтімділігі тіпті де жоғарылайды. Жақсы, бұл бізде лазер сәулесінің құрылысы қалай шығатындығы туралы сіздерге айтып бердім. Бұны оқушылар түсініп алса тіпті жақсы. Етті, келесі. Жарықтардан құтылдық, енді бізге келесі тапсырма не туралы? Линза туралы екен. Қарайтын болсақ, жақыннан көретін адам кітапты дейді, өзінен 20 сантиметр аралықта көзілдіріксіз оқиды дейді. Енді сізге мынандай сұрақ қойыпты. Жақыннан көргіш адам қандай көзілдірік тағады дейді. Бірінші, жақыннан көргіштік дегеніміз не ол? Жақыннан көргіштік дегеніміз жақын нәрсені жақсы көреді. Алыстағы нәрсені көрмейді. Алыстағы нәрсені көрмейді. Біз осындай көзіміздің ақауын біз жақыннан көргіштік дейміз. Енді одан құтылдыру үшін не істейді? Ол былай, мысалы, көзді сызып жіберетін болсақ, сопақша көз болып кетті. Жақсы. Мына жарық түседі ғой көзімізге. Көзіміз линза, дөңес линза рөлін атқарады, қараймыз. Содан жарық түскен кезде сол жарығымыз бір нүктеге қарай жиналады. Негізі сау адамның көзі осылай болады. Енді жақыннан көргіш адам болғанда қайтеді? Осы қарашты мына сәулелеріміз, осы сәулелеріміз бұның алдына келіп түседі. Яғни торламаның алдына келіп түседі. Сондықтан мына жете алмай, қарашыққа жетпей қалады. Сондықтан оны осындай нәрселерді біз жақыннан көргіштік дейміз. Ал осыны емдеу үшін бізге ойыс айнатады. Байқайсыздар ма? Жақыннан минус адамдардың барлығының көзілдірігі ойыс болады, яғни жұқа болады, жұқа, Ал алыстан көргіш адамдар керісінше лупа сияқты қалың линзалар тағады. Сонымен қандай көзілдірік тағатын болды? Бізде жұқа көзілдірік тағатын болды. Сауытбаев мырза, неңізді алып қойыңызшы. Так. Екінші, адамның көретін адам көзінде қандай кескін пайда болады дейді. Адамның көзінде шын төңкерілген кескін пайда. Мына жерде мына суреттен де байқап тұр, мына адам десеңіздер, мына жақта оның төңкерілген кескіні пайда болып тұр. Көрініп тұрған шығар. Яғни шын кескін және төңкерілген кескін пайда болады. Жақсы, келесі кітапты оқуға арналған жаңағы бізден жақыннан көргіш, осы адамның дейді, жақыннан көргіш адамның оптикалық күшін тауып бер дейді. Жаңа көзілдірігін, тағатын көзілдірігін. Ол үшін бізге мына формула арқылы шығады. Яғни минус F бізде жұқа линзаның формуласы бойынша 1 бөлінген D
минус 1 бөлінген кішкентай f. Енді мынаның орнына бізге d-ны қоя салайын. Яғни оптикалық күш дегеніміз бізге д ғой, яғни минуспен беріледі жерде. 1 бөлінген d қосылған, азайтылған 1 бөлінген кішкентай f. d дегеніміз бізде қалыпты адамдардың көру ара қашықтығы 25 сантиметр болады. 25 сантиметрге айландырсақ 1,125 болады. Енді мына адамның көретіні 20 сантиметр екен, ол үшін онда 0,2 дейік. 0,25 ке бөлсек қанша шығады? 4 шығады. 1,2 ке бөлсек 5 шығады. Яғни бізде не шығып тұр? -1. Яғни бұл адамның көзілдірігі, яғни көрмеу дәрежесі -1 екен. Ол сонда -1-ді толтыра алатындай жаңаректегі көзілдірік тағу керек. Мына д-пітір деп қояйын, диптория. Жақсы, яғни бұл жерде бұл адам қандай көзілдірік тағатын болса, оптикалық күші 1-1 диптория болатындай көзілдірік тағу керек деген жауапты белгілейміз. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Келесі есебімізді қарайық. Жетіншісі, магнит өрісі дейді. Магнит материяның ерекше бір түрі. Материя дегеніміз не? Материя дегеніміз бізді қоршаған ортаны. Сол табиғат сияқты. Біз бұрын табиғатта оқыдық, сол материя дегеніміз сол. Ол заттың ерекше және магниттелген денелер айналасында болады. Магниттің қасиеттері аса күшті емес дейді. Қазіргі кезде магниттің әсерінен өте күшті жасанды магниттер алуға болады. Енді мына жерде айтпақшысы, бізде жасанды магнит жасауға қандай материал керек дейді. Мына жерде астындағы сұраққа қарайтын болсақ, жасанды магниттер жасау үшін құрамында қандай металдар болуға болады дейді. Бұл жерде ферромагнитиктер деген бар, білесіздер, ферромагнитиктер. Ферромагнитиктерге өзі айландыра қолмен санап алатындай ғана заттар жатады, яғни темір, никель, кобальт, мынаның үшеуі де жасанды магнит жасауға болады. Мысалы, мен сіздерге ең қарапайым түрде айтайыншы, мысалы, бәрімізде этаж үйде тұрасыздар, көптеріңіз мысалы. Этаж үйде тұрғанда домофон бар, білесіздер. Домофонның өзі осы жасанды магниттен туады. Ал енді қалай жасанды магнит жасалады? Қараймыз, ток көзіне біз сым арқылы бәрі тоққа қосылады. Қараймыз, мынандай орам, мысымды осылай орап аламыз. Содан кейін оның ортасына мына темірді немесе болатты салып қойсақ болады, болатты салайық дейді, болатты. Енді осы болатты салатын болсақ, мынадан тоқ жібереміз ғой, мынаны тоққа жалғаймыз. Мына жақтан тоқ жүретін болса, мынаның орамның ортасында магнит өрісі болады. Яғни электр өрісінің әсерінен мына мысымның, жаңа оралған мысым бар ғой, соның ортасында магнит өрісі арта түседі. Тоқ өткен сайын. Тоқтың энергиясы жоғарылады. Енді осы магнит әлсіз болады. Бұл жерде пайда болған магнит әлсіз болады. Оны күшейту үшін оның ортасына мына сияқты болат өзекше салады. Болат өзекше. Ол мына магнитті бірнеше мың есеге дейін жоғарылатады. Бірнеше мың есеге дейін. Сөйтіп бізде жасанды магнит. Сондықтан мына жағына шеген аппаратынаған жапсырсаңыздар, біз шегеміз қайтеді, мына магнитке қарай тартылады. Міне жасанды магнит дегеніміз ол. Үйіміздегі домофонда солай. Сіздер бірдеңкені басасыз, үйде тұрған адам басады, мынаны үзіп жібереді. Мынаны үзіп жіберетін болса, онда мына жерде магнит өшеді ғой. Магнит өшкендіктен мынау жай темір болып қалады да есік ашылады. Қайтадан қосқанда мынау қайтадан автомат қосылады, қайтадан жерде магнит болып сыртқы есігіміз ашылмай тұрады. Темір тасымалдайтын нәрселерде сөйтеді. Темір тасымалдағанда былай ғой, бәрі темірді лақтырып отырмайды, мынандай үлкен магнит осындай жасанды магнит қояды да, кран арқылы мына токпен бүйтіп жалғап қояды. Мына жақта қалың көше темірлер жататын болса, мынаған қоса қойды, магнит пайда болады да, бұл жерде жасанды магнит. Мына темірді өзіне қарай тартып алады. Сосын оны терешкінің үстіне апарады да, мынаны бүйтіп алып келді. Жаңағы мынаны үзіп жібереді, домофон үзген сияқты. Сондықтан мынаның бәрі жерге мына терешкісінің үстіне түседі. Яғни үсті арқылы темірді де тасымалдайды. Яғни бұлардың барлығы жасанды магнитті құрал жасауға болады. Яғни балаларға бұл өте жақсы. Яғни ғылыми жоба бірдеңелер жасағанға балалардың ынтасын арттырады. Қызығады былайша. Келесі радиоактивтік. Радиоактивтілік мына жердегі бізге беріп қойған үш түрлі сәуле, альфа, бета, гамма сәулелердің қайсының өтімділігі өте жоғары дейді. Жалпы радиоактивтілік деген не ол? Радиоактивтілікті 1800 ең алғаш рет 96 жылы француз ғалымы Беккерель деген кісі екінші айдың 26 күні ол кісі былай жасаған екен. Енді айта тұрайын, ол қайдан шыққан нәрсе екен. Олар жаңа люминесценциялық дедік қой, люминесценциялық жарықтарды тексеріп отырғанда тура сол күні тұздарды тексеріп отырады ғой, тұздарды.
тура сол күні 2 айдың 26 күні ол кезде Францияда сол жерде күн бұлтты болып кетеді екен. Сондықтан ол мына тұзын аппаратта қайтеді тартпасына сала салады. Тартпасына сала салған кезде олар кейін бір апта өткеннен кейін дейді. Бір апта өткеннен кейін жаңа тартпасынан барып мына енді кезекті тәжірибесін жасайды ғой, Беккерель деген кісі француз. Сонда ол біледі, өзінің мойнына тағып жүрген крест болады ғой, иә? Сонысы ар жағындағы ақ қағазға осының астында жатқан крест жатқан мынандай. Осының астына ақ қағаз жатқан. Мына кресті мына жақта суреті түсіп қалған ғой, суреті. Қалай түсіп қалған? Әдетте сурет деген тек жарық кезде ғана көреді. Жарық кезде ғана біздің суретіміз пайда болады. Егер жарық болмаса, біздің суретіміз пайда болмайды былай. Кез келген сонда егер сіз қараңғыда суретке түссеңіз, қараңғы түсіңіз көрінбей қалады ғой. Тура сол сияқты. Ал бұл жерде қараңғы жерде мына крест, өзінің мойнына тағып жүрген кресттің мына жақта суреті қалған. Значит, онда мынада бір сәуле пайда болды деген. Яғни осы сәулені, яғни радиоактивті элементтердің, кейбір ауыр элементтердің өздігінен ыдырап сәуле шығару біз радиоактивтілік дейміз. Міне осы радиоактивтілік дегеніміз сонда кейбір ауыр немесе радиоактивті элементтер сәуле шығарады, өздігінен өзі ыдырайды. Соны радиоактивтілік дейміз. Енді осыны кейін 1911 жылы мына кісі 1908 жылы қайтыс болып кетеді. Одан кейін Жаңа Зеландия Резерфорд деген кісі қайтеді мынандай үш сәуле айтады. Ол кісі мынандай екі магниттің ортасына апарып жаңағы сәуле затты қойып қояды. Сондықтан ол сәуледен жаңа мынандай сәуле шығады. Осына мына жаққа ақ қағаз қояды. Яғни бір жағында үш точка пайда болады. Соның біреуі мына жағындағы альфа сәулесі, ортасындағы гамма, бета дейді. Яғни осы үш сәулені айтып жатыр, мен айтпақшы ойым. Осы үш сәуленің өтімділігі, қайсының өтімділігі өте жоғары дейді. Қарап отыратын болсақ, альфа сәулесі тек ақ қағаз бетінде жұтылып қалады екен, бета сәулесі адам денесінде жұтылады екен, яғни адам денесінен де ақ қағаздан да өтіп, қорғасынан да өте шығатын, мына жерде ең соңғы гамма сәулесі. Яғни суретке қарап отырып та, енді оны талдай алады, тарихын білмесе де. Яғни бұл жерде өтімділік өте жоғары, ол гамма сәулесі болады екен. Жақсы, келесі тапсырмамызды қарайық. Трансформатор тұрып алады екен. Я трансформатор ол біз күніге трансформатормен жұмыс жасаймыз. Я білесіздер. Трансформатор дегеніміз не? Бір сөзбен айтқанда трансформатор дегеніміз токты түрлендіретін құрал, кернеуді түрлендіретін құрал. Мысалы, біздің сіздер білесіздер бұрынғы бір дворда үйде, я ауылда болса ауылдың шетінде сондай бір трансформатор тұрады. Біз соны ғана миымызда ойлаймыз трансформатор. Негізі әрбір электр құралдарының барлығында трансформатор бар. Біздің соткамызда да трансформатор бар. Өйткені біздің соткамыз қаншада вольт? 4 вольт, 6 вольт дейік, 4 вольт болады. Ал біздің үйімізге келіп тұрған ток қанша бізде? Үйімізге келіп тұрған ток 220 вольт. Ал біздің соткамыз 4 вольт болса, енді сіз мынаған қосатын болсаңыз, мына соткамыз жанып кетпей ма? Солай ғой. Ал енді оны жанбас үшін қайтуымыз керек, мынандай трансформатор қолдануымыз керек. Яғни сіздердің қолданып отырған трансформаторларыңыз, яғни мынандай адаптер дейміз ғой, осымыз трансформатор рөлін атқарады. Яғни ол мына жағына келеді, мынау айнымалы ток келеді, қараңыздар, мына жағына біз жаңа 4 вольт шығарып береді. Сол арқылы бізде мына қарасаңыздар жіп-жіңішке сым болады, мына жақта жуан не қараңыздар. Яғни бұл жуан, бұл 220-ға арналған, мынандай жіңішке сым біздің 4 вольтқа арналған. Жақсы, мен де жалпы айтып жатқаным ғой, енді мына жерге сұраққа қарайық. Трансформатордың қандай түрлерін білесіздер дейді. Трансформатордың әдетте екі түрі бар, білесіздер. Мынандай, егер мына жерде біреу жанып тұрады, қарасаңыздар, байқайсыздар ма, жанып тұратын бар кейбіреулер. Ол жүктемелі трансформатор деп аталады. Яғни, ол шамның қандай рөлі бар дегенде просто жұмыс жасап тұр дегеннің рөлі бар. Басқа мағынасы жоқ. Сондықтан бұндай трансформаторды жүктемелі трансформатор дейміз. Ал іштен кеш жоқ, просто өзі жұмыс жасап тұра беретін де бар, оны жүктемесіз трансформатор дейміз. Ал енді тағы да екіге бөлеміз, оны ары қарай трансформатор. Мысалы, мына біздің үнемі қолданып жүрген бұл трансформаторды біз төмендеткіш трансформатор дейміз, өйткені кернеуіміз төмендеп жатыр. Ал енді керісінше 220-ны біз мысалы, біз көбінесе мынандай жағдай болады. Үйімізге келіп тұрған ток бізде 220 вольт, бірақ біз сваркамен жұмыс жасағымыз келеді. Сваркамен жұмыс жасағанда ол 250 вольт болады. Енді 220-ны 250 вольтқа айландыру үшін бізге трансформатор керек. Бірақ онда мынау 220-дан 250 көп қой, сондықтан жерге жоғарылатқыш трансформатор керек. Сонда мына жерде трансформатордың түрлері дегенде сонда мынандай екі түрге бөлінеді.
жүктемелі жүктемесі трансформатор және төмендеткіш және жоғарылатқыш трансформатор дегендерді белгілеп жазып қоямыз. Жақсы. Бұл тақырыпты оқушы жақсы. Келесі тапсырмамызға қарайық. Бұл есеп қызық екен. Әлемдегі ең терең құдық дейді. 1862 жылы Англияда қазылған екен дейді. Бастапқыда бұл құдықты 122 метрге қазуды жоспарлапты. Бұл есепті неден алдым, құрметті әріптестер? Интернеттен алдым. Значит, бұл сіздерде де шығарып жүрген есеп шығар. Алайда дейді, ол сол тереңдіктен жаңа су шықпай қойғандықтан оны дәлше адамдар ары қарай қаза берген. Ол 390 метр жерден барып су шыққан дейді. Яғни ең терең құдық болып тұр ғой. Осыны Англияға барып, қаншама адамдар барып, сол құдықты тамашалайды екен. Бізде Асқар деген бір бала тоже Англияға барып, сол құдықтың түбін көрмекші болған соткасымен, яғни сол кезде соткасының жарығын жағып тұрған кезде соткасы қолынан түсіп кетіпті. Яғни мына жерде айтылған мазмұн осындай. Енді сізге айтады, телефон қанша уақытта құдықтың түбіне жетеді дейді. Енді бізге биіктік беріп қойған ғой 390 метр деп. Онда Т-ны таба саламыз, яғни Т тең түбір астында 2H бөлінген G деп, иә? Енді өш жерде қанша саны шығады, соншаны жазасыздар. 2-ні көбейтесіздер 390-ға, бөлесіздер 10-ға. Мына мені оқысқырады, 39-ды 2-ге көбейтсек қанша болады екен? Көзден сіздермен бірге шығарайық, мен алдын ала шығарып. 39-ды көбейтейік 2-ге, 78-ді түбір астынан шығара саламыз. Яғни бізде 8,83 секундта. 8,8 дейік, 8,8 секундта оны жаңа жерге құдықтың түбіне түседі дейміз, иә. Дыбыстың соңғы тереңдікке жететін уақыты, енді дыбыс дейді. Сонда соңғы енді дыбыс естіледі ғой, енді дыбыстың қанша уақытта жетеді дейді. Дыбысты жету үшін бізге тереңдікті білеміз, иә. Дыбыстың уақытын табу үшін онда S бөлінген V дейміз. S дегеніміз 390, дыбыстың таралу жылдамдығы 340, 390-ды 340-қа бөле саламыз. 390-ды бөлеміз 340-қа. Сонда бізден, ойбай, өтірік шарқым, 390-ды бөлеміз 340-қа. Яғни 1/15 дейік, 1,5 секундта оның дыбысы естіледі. Құлаған дыбысы бізге 1,5 секундта естіледі. Жақсы. Одан кейін, егер де телефонға мынандай кедергі күші әрекет ететін болса, онда қанша уақытта құдықтың түбіне жетеді? Егер кедергі күші әрекет ететін болса дейді. Жаңағы мынада кедергі күш әрекет етпесе, ол 8,8-де әсер етеді екен. Енді кедергі күш мүмкін алдынан басқа бір нәрселер шығып кедергі жасайтын болса дейді. Онда қанша уақытта түседі дейді. Енді оны былай шығарамыз. Онда төмен қарай оны ауырлық күші ғой. Бірінші біз мына жерде F тең ема деп алайық. Мына жерде ауырлық күші бізде 150 грамм деді ғой. 150 грамм болса, ауырлық күші 1,5 болады. Енді барлығымыз мұғаліміз, сондықтан сразу айта берейік. Яғни мынадан алып тастаймыз, кедергі күшті 0,33 тең М массасы 0,115. А деген орнына бізде арақашықтық бойынша 2S бөлінген Т квадрат дейік. 2S бөлінген Т квадрат. Осы жерден Т-ны табу керек. Так, ананы алып тастайын қазір. 1,15-тен алып тастаймын 0,33-ті кедергі күшті. Сонда менде 1/17 шығады екен. Қазір мына жерге жазайын. Мына жақтан шығады 1/17. Тең болады бізде 0,115 көбейтілген 2 көбейтілген бізде арақашықтық 390 бөлу Т квадрат болады. Енді ананың үстін есептеп алайын. 0,115-ті көбейтемін 2-ге, көбейтемін 390-ға. Сонда 117 шығады. 1,17 тең 117 шығады. Бөлінген Т квадрат болды. Енді онда мынаған бөлетін болсақ 100 болады ғой. Онда Т дегеніміз онда примерно 10 секундта түседі. Примерно емес, енді есептегенде 10 секундта түседі. Жақсы. Сонда кедергі мынандай күш кедергі жасаса, ол көбірек уақыт алады, яғни 10 секундта түседі. Ал кедергісі жоқ болса 8,8 секундта түседі. Яғни бұл енді 11 кластың есептерінің ішіне еніп кетті, бірақ бұл 10 кластарға да қатысы бар. Жақсы. Өшіріп қояйын, түсінікті деп ойлайын. Келесі тапсырманы қарастырайық. Қазақстандағы дейді, алғашқы атом электр станциясының құрылымын
сол құрылысын жасау үшін бізде білесіздер, осының алдында 2024 жыл 6 қазанда не өтті? Референдум өтті, иә? Сол арқылы бізге не болды? Қазақстанда АЭС салынатын болды. Енді соған байланысты мынандай бір сұрақ шығыпты. Алыс қашықтықтарға электр энергиясы қалай жеткізе аламыз дейді. Алыс қашықтықтарға. Енді қараңыздар, сіздер байқайсыздар ма әдетте, алыс қашықтық мынандай 3 фазалы тоқтармен кетіп жатады, иә, байқайсыздар ма? Осы жерде 3 фазалы тоқтарда егер бізге осы біздің үйімізге келіп тұрған тоқты тура осылай жібере салатын болсақ, онда мына электр сымдары қызып кетеді де, бұл үзіліп қалады. Жел соқса, боран соқса, бұл үзіліп қалуы мүмкін. Сондықтан бұл қызба үшін не істейміз? Шығын, қызу біріншіден үзіледі, екіншіден ол шығын болады. Просто ауаны жылытып тұрады. Сондықтан бұл жерде алыс қашықтыққа тоқты жеткізу үшін, бұл үзілмес үшін тоқты азайтамыз. Тоғын барынша азайтамыз да кернеуін жоғарылатамыз. Яғни бірақ бізде қуат өзгермейді. Яғни алыс қашықтықтарға электр энергиясын жеткізу үшін ток күшін азайтып, кернеуді жоғарылатамыз деген жауап жазып қоямыз бұл жерге. Яғни ток күшін азайтамыз, кернеуді жоғарылатамыз. Не үшін десеңіздер, жаңағыдай оның себептері бар. Яғни ток осы қалпында жіберетін болса, ток күші үлкен болатын болса, жаңа электр сымдары қызады, ауаны жылытып бекер шығын болады, және ол қызып кетсе балқып кетіп, боран шашында үзіліп қалуы мүмкін. Жақсы, келесі есебімізді қарайық. Бізде 23 қаңтарда былтыр Алматыда, иә, Алматыда жер сілкіну болды, иә, жер сілкінді. Енді осы жердегі жер сілкінгендегі сейсмикалық толқындар қандай толқын құрамына енеді дейді. Қандай толқын құрамына енеді. Жалпы бұл жер сілкінісі деген бізде механикалық толқынға жатады. Механикалық толқынның өзі екіге бөлінеді, білесіздер. Көлденең толқын және механикалық толқындар екіге бөлінеді, иә. Көлденең толқындар және бойлық толқындар. Ал көлденең толқындар қандай ортада болады? Қатты ортада болады, иә, қатты. Және екі ортаның шекарасында болады. Енді жер дегеніміз қатты ғой, жер дегеніміз қатты. Значит, онда бізде қандай толқын құрамына жатады дейді? Бізде онда ол көлденең толқын құрамына жатады деп жауап береміз. Себебі жер қатты, жердегі қатты ортаның толқынның таралу, тербелістің таралуына жеріміз кедергі жасайды. Сондықтан біз бұны көлденең толқын несіне жатқызамыз, тобына жатқызамыз. Жақсы, біздің сабағымыз бүгін есептер жинағымыз бүгін осы жерге дейін болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен 4 рет кезіктік осылай. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Белестерін бағындыратын белестеріңіз көп болсын, жетістіктеріңіз мол болсын. Бір-бірімізді қолдап, осылай пікір не алмастырып жүре берейік. Тәжірибе алмасып жүре берейік. Сау саламатта болыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Солай. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Рахмет, сіздерге де көп-көп рахмет. Енді физикаға қатысқан апайлар, ағайлар, сіздер енді физика болмайды, енді оның орнына басқа болады. Мүмкін биология, мүмкін география, білмеймін, мүмкін химия деген сияқты. Жақсы, осылай физа есептері дегеніміз енді соңында айта кетейін. Физа есептері жалпы күнделікті өмірде қолданып жүрген мәселелерді соны бала түсіну керек, оқыған білімін күнделікті өмірде пайдалана білсе болды. Негізгі мақсаты осы. Мәтіндік есептер ғой. Жақсы. Сұрақтарыңыз жоқ болса, сау саламатта болдыңыздар. Күндеріңіз көңілді етсін. Жақсы.